Здравствуйте, ребята! У нас сегодня урок «Береги воду». Яғни суды үнемде деген тақырыпта болады. Бірінші жаттығу ертегіні тыңдайық. Яғни в одном царстве жило-было красивое озеро, и много в нем водилось рыбы. Люди приходили к нему в гости. Одни любовались красотой озера, другие купались в его водах. Третьи ловили рыбу. Но случилось так, что каждый, кто приходил в гости к озеру, оставлял там много мусора. Обиделось озеро на людей и спрятало всю рыбу на дне, а само покрылось густой тиной. Пришли люди к озеру и заплакали. Ни рыбы они не увидели, ни чистой воды. От грязи пропала вся моя чистота, красота, сказала озеро. Теперь сами подумайте, что будете делать? Яғни бір әдемі көл өмір сүріпті дейді бір мемлекетте. Оның ішінде балық көп, суы тап-таза еді. Оған адамдар қонаққа келетін. Біреуі тамашалау үшін, біреуі балық аулау үшін, біреуі сол көлге шомылуға келетін. Бірақ әрбір келген қонақ өзінің қалдықтарын сол жерге тастап кететін. Соған ренжіп қалған көл балықтың барлығын өзінің көлдің астына тығып тастайды, ал үстін балдырлармен өсіріп тастайды. Адамдар келеді, баяғы тазалық жоқ, әдемілік жоқ, балықтар жоқ. Олар судан кейін жылайды. Біздің суымыз қайда дейді. Сонда көл айтады. Сіздердің қалдықтарыңыздан мен барлық ластанып кеттім. Ал енді не істеу керекпін? Өздеріңіз ойланыңыздар дейді. Сонда не істеу керек адамдар? Әрине, қалдықтарын алып келді ма, қайтып алып кетіп, арнайы қалдық тастайтын жерге апарып тастау керек. Егер әр адам өзінің қалдығын өзіне жинаса, онда біздің табиғатымыз да тап-таза болып тұрады. Ой салатын әңгіме екен, ертегі екен. Ары қарай. Подумай, ойлан. Прочитай задачи, запиши ответ в тетрадь. Тыңдайық. В квартире у Армана неисправен кран, из которого за 1 час вытекает 1 стакан воды. Сколько чистой воды вытечет за сутки? Арманның үйінен краны бұзылып тұрды. Сол кезде 1 сағатта одан 1 стакан су тамшылап ағып кеткен екен. Ал енді ойланыңыздар дейді. Бір күнде неше стакан су ағады? Егер 1 сағатта 1 стакан су ақса, 24 сағатта 24 стакан су ағып кетеді екен. Бұл осындай. Математикалық есеп түрінде шығарсақ та болады. Ал екіншісі. Данагүл чистит зубы 3 минуты при открытом кране. За 1 минуту из крана вытекает 1 литр воды. Сколько потратила воды Данагүл? Данагүл түш жуғанда 3 минут жұмсайды екен. Түш жууға ол 3 минут жұмсайды. 1 минутта краннан 1 литр су ағады. Ал Данагүл 3 минут жуған кезде қанша литр су ысырап болды? Яғни 3 литр су бір Данагүлдің тіс жууына кетеді екен. Егер ол тісін жуып тұрып, керек суды алып, кейін кранны жауып қойса, осыншама су ысырап болмас еді. Ойланайық, жарайды ма? Келесі жаттығу выбери, таңда дейді. Прочитай словосочетания и предложения. Запиши те, в которых говорится, как охранять и беречь воду. Мына жерде тұрған сөздер, сөз тіркестер және сөйлемдердің ішінен суды үнемдеу керек деген мағынаны түсінсеңіз, соны көшіріп жазыңыз дейді. Люди строят очистные сооружения. Яғни
бұл сөйлем тазалайтын құрылғылар салат деген сөз. Бұл суды үнемдеуге, тазалауға арналған жұмыс. Бұл керек дүние. Очищают берега от мусора. Жағажайларды мусордан тазалайды. Держат открытыми водопроводные краны. Крандарды ашық ұстайды. Бұл дұрыс емес, суды үнемдеуге жатпайды. Моют машины. Машиналарын жуу. Бұл да үнемдеуге жатпайды. Заводы сбрасывают отходы. Заводтар өзінің қалдықтарын лақтырады. Бұл да дұрыс емес әрекет. Теплоходы сливают нефть. Теплоходтар өзінде мұнайды төгеді өзенге, өзен-көлдерге. Бұл да дұрыс емес. Люди экономят воду. Адамдар суды үнемдейді. Бұл дұрыс. Не бросают в мусор водоемы. Өз қалдықтарын өзен-көлдерге тастамайды. Осыларды дәптерге көшіп жазамыз. Енді выпиши слова действия, в которых эти действия повторяются. Яғни іс-қимылды білдіретін сөзді көшіп жазуымыз керек. Бірақ ол қайталанып отыратын. Яғни, в которых эти действия повторяются. Бір рет жасап, болып қоймайды. Бірақ күнделікті болып тұратын іс-қимылдар. Строят, очищают. Арғарай. Что делают? Держат. Что делают? Моют. Что делают? Сбрасывают. Что делают? Сливают. Что делают? Не бросают. Что делают? Экономят. Енді келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 4. Сделай вывод. Өзіңнің ой түй дейді. Егер осы оймен өзіңнің ойың сәйкес келсе, яғни осы оймен келіссең, дәптерге көшіріп жаз. От загрязнения воды страдает все живое, поэтому не надо загрязнять водоемы. Воду нужно спасать, воду нужно беречь. Яғни, судың ластануынан барлық тіршілік иесі жапа шегеді. Сондықтан өзен, көл, мұхиттарды ластауға болмайды. Суды біз құтқаруымыз керек, суды біз үнемдеуіміз керек дейді. Бұл оймен келсеңіздер ме? Келсеңіздер, дәптерге көшіріп жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаса комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп, мені қуантуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.